Николай Чаушеску билік басына кездейсоқ келген саясаткер. Румын жұмысшылар партиясына 17 жыл жетекшілік еткен Георгий Георгиевич дүниеден озған соң Чаушескудың асығы алшысынан түсті. 1965 жылы 47 жасында Николай Чаушеску Румын жұмысшылар партиясының төрағасы болып тағайындалды. Партияның ықпалды мүшелері Чаушескуды уақытша тұлға ретінде ғана қарастырған. Бірақ сырын ішіне бүккен ол өзінің босбелбеу саясаткер емес екендігін ұғындырды. Басшылықтың ескірген басқару әдісін қатаң сынға алып, мүлт кеткен тұсын әшкерелеп, халық арасында танымалдылыққа ие болды. Билікті толықтай иемденген Чаушеску батыс елдерімен тығыз қарым-қатынас орнатты. Сыртқы саясатта жалпақ шешейлікке бой алдырмай тәуелсіз саясат жүргізді. Өз позициясын именбей ашық көрсетті. 1968 жылы Варшава ұйымына мүше елдердің Чехословакияға әскер кіргізуін құптамады. Сондай-ақ социалистік мемлекеттерді ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайтын КСРО-ның айбарынан да қаймықпады. 1979 жылы КСРО-ның Ауғанстанға әскер кіргізуін өзге социалистік мемлекеттердің басшыларындай қолдамады. Ал 1984 жылы КСРО Лос-Анджелестегі жазғы Олимпиада ойындарына бойкот жариялаған тұста Чаушеску румын спортшыларын әлемдік додаға жіберді. Осылайша ол Румынияның КСРО-ның айтқанымен жүріп, айдауына көнетін қуыршақ мемлекет емес екендігін танытты. Румыния социалистік ел болса да, Чаушеску мемлекет құрылымын КСРО-ның айна қатесіз көшірмесіне айналдырғысы келмеді. Содан 1974 жылы Румыния конституциясына өзгертулер енгізіп, Николай Чаушеску ел президенті болып тағайындалды. Мемлекеттің бірінші тұлғасы енді бірінші хатшы деп аталмайтын болды. Социалистік мемлекеттердің барлығы бірдей болып көрінгенімен, социализм екі ағынға бөлінді. КСРО, Солтүстік Корея, Қытай Халық Республикасы социалистік тоталитарлық жолды таңдады. Бұл ретте Чаушеску социалистік либералдық жолды таңдап, көп құрбандықты қажет ететін тоталитарлық жүйені орнатқаннан гөрі, демократиялық принципке негізделген либерализмді социализммен ұштастырғанды жөн санады. Сөйтіп, билік басына келе сала, либералды реформалар жүргізді. Өзін коммунист реформатор ретінде көрсете білген Чаушескуды батыс елдері бауырына тарта бастады. Олар румын реформаторына миллиондап несие берді. Чаушеску халықаралық валюта қорымен, халықаралық қайта құру және даму банкімен іскерлік қатынас орнатты. Олардан 22 миллиард доллардан астам несие алды. Несиеден қорықпай жасалған қадамның арқасында 1974 жылы Румынияның өнеркәсіп өндірісінің өсімі 1944 жылмен салыстырғанда 100 есеге өсті. Сөйтіп, Чаушеску үлкен экономикалық секіріс жасай білді. Дегенмен алмақтың да салмағы бар. Өзге елдерден қарыз алып, уақытша экономикалық секіріс жасаған Чаушеску қарызды қайтару мерзімі келгенде абдырап қалды. Оның саяси мансабындағы жіберген қателіктері де дәл осы жерден басталды. Сырттан келген қаржыға өндіріс көлемін ұлғайтқан румындар өз тауарларын экспортқа шығару мөлшерінен асырып өндірген еді. Содан басы артық өнімдерді алушы елдер табылмай, олар әуреге түсті. Румынияның тауарларын өзара экономикалық көмек ұйымына мүше елдер Албания, Болгария, Чехословакия, Польша, КСРО, Венгрияда қажетсінбеді. Батыс елдерінде румын тауарлары бәсекеге қабілетсіз болғандықтан, олар шетке ысырылып қала берді. Батыстан несие алудың соңы неге апарарын социалистік көшбасшыларының арасында бірінші болып Чаушеску түсінді. Қарыздан аузы күйген ол 1983 жылы референдум арқылы батыстан несие алуға тыйым салды. Содан Румыния үкіметі тығырыққа әбден тірелді. 22 миллиард доллардан астам қаржыны қайтару оңайға түспеді. Батыстың қысымы, халықтың наразылығы күшейді. Шақшадай басы шарадай болған Чаушескуге батыс елдері Румыния үшін ең тиімді ұсыныс жасады. Егер Румыния Варшава ұйымының және өзара экономикалық көмек одағының құрамынан шығып, КСРО мен ат құйрығын үзіссе, барлық қарызды кешіретіндіктерін айтты. Чаушеску батыстың құрған тұзағына түскісі келмеді. Ұсыныстан бас тартты. Бұған келісіп, КСРО-ның құрығынан құтылғанымен, батыс елдеріне тәуелді болары анық еді. Чаушеску қарызды өтіп, оқшауланған социалистік мемлекет құруға бел байлады. Қарызды қайтару үшін елде үнемдеу шаралары басталды. Азық-түлік алу карточкалық жүйемен, жанармай арнайы талондармен, электр қуаты сағатына есептеліп берілді. Румындықтардың өмір сүру деңгейі төмендеп,
елді экономикалық дағдарыс жайлады. Президентке деген наразылық күшейді. Осыдан кейін Чаушеску өзінің о бастағы ұстанымынан айнып шыға келді. Елдің саяси өміріндегі еркіндіктер жайына қалды. Республикада авторитарлық жүйе орнады. Чаушескудың жеке басына табынушылық белең алды. Президент өзінің жора жолдастарын, отбасы мүшелерін, туысқандарын билік басына топтастырды. Билікке наразы халық толқуларын секуритате полицейлері басып жаншып отырды. Рас, Чаушеску дегеніне жетті. 1989 жылы сәуірде барлық қарыздарынан құтылды. Бірақ қарыздың салған әлегі ел экономикасын күйретіп кетті. Сыртқы қарызды қайтару үшін елдің ішкі саясатын алатайдай бүлдіріп алған Чаушеску сыртқы саясатта да жақтастарынан айырылды. Ал қарыз мәселесінде өздерінің талаптарын орындамағанына шүйліккен батыс елдері Чаушескуды әлдеқашан-ақ қара тізімге енгізіп қойған еді. Румыния мен КСРО арақатынасына да сызат түсті. Кеңес одағында қайта құру науқанын белсенді жүргізген Михаил Горбачев Румыния үкіметінен де осыны талап етті. Алайда 1968-1979 жылдары Брежневтің қаһарынан қаймықпаған 1983 жылы батыстың қысымына төтеп берген Чаушеску Горбачевтің мінез көрсетуіне пысқырып та қарамады. Горбачев пен Чаушескудың соңғы кездесуі 1989 жылы 6 желтоқсанда өтті. Румын делегациясының айтуынша, Горбачевтің Чаушескуге айтқан сөзі соңғы ескерту болса керек. Кеңес басшысы Румынияның қайта құру науқанынан бас тартуының салдары болатынын ашық айтқан. Сонымен Чаушеску батыстың да, КСРО-ның да, елдегі оппозицияның да ата жауына айналып шыға келді. Жан жағынан жау анталаған Чаушеску бәріне қарсы тұруға тырысты. 1989 жылы 16 желтоқсанда Тимишоара қаласында тәртіпсіздік басталды. Венгер халқының едәуір бөлігі қоныстанған аймақтарда этникалық автономия құру идеясын жақтаушылар көшеге шықты. Бірақ сепаратистік қозғалыс ойламаған жерден антикоммунистік қозғалысқа ұласып кетті. Тұрғындардың әлеуметтік жағдайының төмендеп кеткеніне ашынғандар да бұған қосылды. Жаппай тәртіпсіздікті күшпен басуға тырысқан биліктің әрекетіне халықтың наразылығы тіптен күшейді. Ал 16-17 желтоқсанда қаладағы толқу басылғандай болды. Тимишоарадағы қақтығыс құрбандарының саны күні бүгінге дейін белгісіз. Ресми мәліметтерде ондаған адам деп көрсетілген. Ал шетелдік бақ жүздеген, тіпті мыңдаған адамның құрбан болғаны туралы ақпарат таратты. Бұл сандар 60 мыңға дейін жетті. Анығы кейін белгілі болғандай, тек Тимишоарада ғана емес, Румыниядағы төңкерістің жалпы құрбандарының саны 1100 адам, ал жараланғандар саны 1400 адам деп көрсетілді. Сөйтіп 60 мың адам өлді деген хабарды наразылықты одан әрі өршіте түсу үшін айтылған отқа май құюшылардың әрекет екендігі анықталды. Тимишоарадағы тәртіпсіздікті тыйғанымен халықтың көңілін қайта табу оңай болмады. Бұл ретте Чаушеску халықпен ашық диалог жүргізуге тырысып бақты. 1989 жылы 21 желтоқсанда Румын астанасы Бухарестте 100 мың адамның қатысуымен президент жақтастарының митингісін өткізді. Жиналғандардың арасында президент жақтастарын айыру қиын болды. Президентті жақтауға келгендердің арасына кіріп кеткен оппозиционерлер митингіге қатысушыларды шатастырып жіберді. Чаушескудың сөзі жазылған плакаттар жыртылды. Оны қолдауға келген халық керісінше наразылық білдіре бастады. Ойламаған жерден наразылыққа тап болған Чаушеску қатты састы. Оның бұл сәті телеэкран бетінен анық байқалды. Өзіне қарсы 100 мың адамның алдында сөз сөйлеуден бас тартты. Оның президент сарайының балконынан кетуі жеңілгенінің белгісі еді. Бірнеше сағаттан кейін Бухарестте түсініксіз жағдай орын алды. Күтпеген жерден оқ атылды. Кімге атылғаны, кімнің атқаны беймәлім. Тек 22 желтоқсан күні Румынияның қорғаныс министрі Василий Милияның қазасы туралы хабарланғанда бәрі түсінікті болды. Оппозиционерлер дәлелдері болмаса да, қорғаныс министрі халыққа оқ атудан бас тартқандығы үшін атылды деп хабарлады. Осыдан кейін әскери бөлімдер оппозицияның жағына шығып кетті. Көтерілісшілер ұлттық телеарнаның мекемесін басып алып, Чаушеску режимінің құлағанын жариялады. Қаладағы қанды шайқастар әскерилер мен Чаушескудың секуритате полиция бөлімінің арасында орын алды. Бірақ бұл кезде Чаушеску Бухарестте болмады. Ол Румыния компартиясы орталық комитетінің ғимаратының төбесінен тікұшақпен ұшып кетті. Чаушеску өзіне адал әскерилермен байланыс орнатуға тырысты.
Питешти қаласының әскерилері президентті қолдауға дайын екендіктерін жеткізді. Чаушеску тікұшақпен Питештиге бет алды. Бірақ жаңадан сайланған қорғаныс министрі Виктор Стенкулеску президентті тікұшақпен қоса атуға бұйрық берген болатын. Жағдайды президентке мәлімдеген ұшқыш Чаушеску мен оның жақтастарын Тырговиште қаласының маңынан түсіріп, өзінің көтерілісшілердің жағына өткенін хабарлайды. Далада қалған Чаушеску мен әйелі және күзетшісі Питештиге көлікпен жетуге тырысады. Бірақ Тырговиште әскерилерінің қолына түседі. Николай Чаушеску мен әйелі Елена Чаушеску Тырговиште гарнизонында 2 күн қамақта болды. Дәл осы қалада ерлі-зайыпты Чаушескулердің сотына арналған әскери трибунал ұйымдастырылды. Бір қызығы, әскери трибунал өткізудің бастамашысы қорғаныс министрі Стенкулескудың өзі болды. Тимишоарадағы наразылықты басып жаншуға бұйрық берген, Румыниядағы төңкерістің орын алуына жол ашқан осы Стенкулескудың өзі еді. Енді президентті айыптап тұр. Ол осы қылмысы үшін 2008 жылы сотқа тартылды. Ал 1989 жылы 25 желтоқсанда министр Стенкулеску тақтан тайған президентті айыптауға асығыс кірісті. Николай мен Елена Чаушескуге ұлттық экономиканы құлдыратты, мемлекет ақшасын жымқырды, мемлекеттік институттарды жойды, геноцид жасады, халық пен мемлекетке қарсы қарулы күш қолданды деген айыптар тағылды. Тағылған айыптардан ақ Чаушеску сот шешімінің қалай боларын түсінді де тергеушінің сұрақтарына көп жауап бермеді. Қызыл кеңірдек болып айтысудың еш нәтиже бермейтініне көзі жетті. Сот ерлі-зайыптыларды барлық айыптаулар бойынша кінәлі деп танып, дүние мүліктерін тәркілеп, өлім жазасына кесуге үкім шығарды. Сот үкімі бойынша ерлі-зайыпты Чаушескулердің сот үкіміне шағымдануларына 10 күн уақыт берілген. Алайда тақтан тайған президентті қайта шақырмау үшін көтерілісшілер үкімді сол күні орындалады деп шешті. 25 желтоқсанда сағат 16:00-де Николай мен Еленаны казарма ауласына сүйреп шығарып, Чаушескулерді дәретхана қабырғасына тақап тұрғызып, сарбаздар оқ атты. 3 күннен кейін Чаушескулердің өлімі Румыния телеарналарынан көрсетілді. Ерлі-зайыптылардың мәйіті Бухаресттегі Генча зиратына жерленді. Уақыт өте келе Румыниядағы төңкеріс халықтық қозғалыс емес, көшбасшыны өлтіруге бағытталған операция деп атала бастады. Горбачевтан немесе батыс банктерінің иелерінен көретіндер де жоқ емес. Чаушескулерге тағылған айыптардың бірі шетелдік банктерде тығылған қаржыларының болғандығы еді. Болжам бойынша Чаушескулер румын халқының ақшасын алып шетелге қашуды көздеген. Қаржы көлемі 400 миллион мен 1 миллиард доллар шамасында екендігі айтылып келді. Бірақ румын парламентінің арнайы комиссиясының жетекшісі Сабин Кутас осы шот туралы мәлімет білетін көптеген куәгерлердің, орталық банктың төрағасы мен басқа да банкирлерді және журналистерді тыңдағаннан кейін Николай Чаушескудың шетелдік банктерде шоты жоқ деген қорытындыға келдік. Ол мемлекет қаржысын шетелге аударған емес деп мәлімдеді. Николай Чаушеску диктатор болғысы келмеген болса керек. Ол билікке келе сала либерализмді жақтады. Қарызды қайтару үшін сыртқы саясатта да, ішкі саясатта да қолдау таппаған соң, өзінің туыс-туғандарына, жақын достарына сеніп оларды билікке топтастырды. Елдегі оппозициямен, батыс елдерімен, КСРО-мен текетіресу үшін оған қандай да бір қолдау қажет болды. Дегенмен Чаушеску өз қатесін өзі жөндеп кеткен саясаткер, батыс елдерінен алған 22 миллиард долларды қайтаруға атсалысты. Сөйтіп, румын халқын борышкерліктен құтқарды.